Ақшам шерифлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін декабрьнің 7-сі ве Қырым işğalinin 1014 күні. Шымдыки эфирімізде бойле хаберлер. Брюссельде Қырым татар нағмелері яңғырады. Ақмежит сакинлері араба турағы ерінде эв құрылмасына қаршы чықалар. Çok katlı ev kuruluşu toxtatılmasını talep etemiz. İşğalciler yanı abide tekleyecek olalar. Şervi Kırım tarihinde böyle abidenin Народное ополчение vekillerini ebedileştirmege isteyik. İşğal etilgen Қырымда siyasi mabüslerge qol tutkan Қырым татарына para cezası kesilgendir. Enver Шырфиевге майсының 12-сінде дегер Бақчысарай сакинлерінен берабер Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланғанларға қол tutқаны үшін 15.000 рубле para cezası белгіленді. Махкеме топлашуы Қырым татар тілінде кечті. Шырфиевнің имайысы Қырым юқары махкемесіне Бақчысарай район махкемесінің қарарына шекейет yolайчақ ола. Эвел Салачық қавеханесі янында яқаланғанларға қол tutқаны үшін Марлен Асанов, Эмин Белялов ве Эмиль Беляловға para cezası belgilegen еді. Meclis reisinin muavini Ахтем Чигоздың işi boyunca mahkeme toplашуында gizli şart soravға çekildi. Sorav devamında şart Қырым татар тілінде laf etkeni belli oldu. Onun айтқанына көре o Чигоздың митинг olған күні көрген, Санкидерсін Чигоз яшыларнен музакерелер кечіріп, оларға тевсиелер берген екен. Адвокат Николай Полозовның тахминіне көре шат bu evvel meclis azası шымды есе Қырымның işğalci hakimiyetінің мемурларындан бірісі olған Заур Смирнов ола біледір. Кетчерек махкемеджі гизли шатының сорғысыны бірден тоқтатып, салонға Ялтаның полиция елбашчысы Юрий Маринцовны давет етті. Ахтем Чигоз 2014 сенесі февраль 26-сында Қырым Юқары Шурасының бинасөгінде кечкен митингнің тешкелетчісі олғанына қабатлана. Қырым журналисті Николай Семенаның işi бойынша тақиқат екінленді. Бұл ақта Семена адвокатлары яғни Андрей Сабинин ве Эмиль Курбединов өз Facebook сайфасында білдіргенлер. ФСБ тақиқатшысы Семенаға декабрінің 7-сінде қабатын илан етмеге азыр. Бұндан сон işini прокуратураға сонра есе махкемеге yollayacaklar. İşğalci prokurorlar Николай Семенаны Русияның территориаль бүтінлігінің бозылуына yollanған чағыруларда қабатлай. Пакистанда 47 yolcu taşıған uçақ қазаға ұғыраған. Бұл мәліматыны Пакистан матбуат васталары тарқатты. Uçақ Читралдан Исламабадға yol ала екен. Оларға олған мәліматқа көре қаза Хавилиан шері янында олған. Киевде инсан ақларының қорчаламасына бағышланған кино-марафон башланды. О декабрінің 10-ында қайдетілі. Дүниядан 8 икеге көстірелі олардан бірісі Қырымда бариде ғайып олған Эрвин Ибрагимов ақындадыр. Тафсилатлы же мұхберлеріміз біле. Оксана бүтін дүниядан ихлал еткен инсанлар ақындаки ишлеріні бақа. Украинадан Эрвин Ибрагимовны сайлағандыр. Оның айтқанына көре Қырым татарлар қаршы репрессиялар Украинада ең актуаль мәселелерден бірі. Очень важно доносить. Ватандашларымызға Қырымда алған вақалар ақында айтылмасы пек мұйымдыр. Ачық қайдын ішлер инсанларнен бағлы. Чүнки умумен айтсақ, бош лаф олacak. Конкрет инсанлар ақында лаф етмек керек. Киномарафонның бірінші күнінде қайтарма фильмі сейретілді. Сенстан соң істегендер Ахтем Ситаблаевге ве оқу құрчалайжыларға суал берділер. Это положительная такая динамика, что об этом говорят. Бұл позитив біран, бұл ақта лаф еткенлері весус мамаларыдыр. Amnesty International көбетешкелетлар бұл информацион тарларда фааль суретте çalışа. Этого информационного поля. Бұл фильм пек якын мевзу ақында. Бұл себептен оны сайладық. Бұл вазиетні да яқшы япабіледемізге үміт беслейміз.
Кырым баш прокурорына истегенлер мектүпімзі атылар. Анда Кырым сессия мабислерінің ишлерде жура тәсір етілмесіне бағлы рижа бар еді. Кырым прокуратурасы оның іште ичбір кереліме yapmay ve оны тәқиқат etmey. Киномарафон декабрьнің 8-ine kadar devam edecek ve son mektuplarını Kırım'a yollayacaklar. Lidia Polyanska, İslam Pinka, Zaman, ATR. Анкарада ярамадада инсан ақлары бозылуы ақында айтажақлар. Анда декабрьнің 10-ында Қырым-татар ве Украина ұқуқ қорчалайжылары Қырымда инсан ақлары бозылуы бойынша мұнақаша ве фото серги keçirecekler. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugünlerde Kırım yaklaşık 1000 gündür Rus işgali altında. Bizler Kırım'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen suçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak için Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Dünya Kırım Tatar Kongresi ve diğer teşkilatlar olarak 10 Aralık Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu'nda bir panel düzenledik. Bütün halkımızı bu panele davet ediyoruz. Işgal etilgen Kırımға 6 өзек селяны кетірділер. Bu вақытта Avropa parlamentінде Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев білдірді. Украина контрразведкасының мәліметіне көре, işgal etilgen ярамадада 70 bin Русия аскері олар арасында ФСБ ве полиция хадимлері болуна. Джемилев Қырым арби yönelişten азат етілмейжегінден емин. Қырым татарларының еткічісі қайдеткеніне көре, işgal etilgen ярамадада репрессияларының 95% Қырым татарларға низбеттен япыла. Ахмежит сакинлері құружилыққа қаршы наразылық акциясы кешірділер. Куйбышева соқағында яшағанлар араба парковкасыз қалмаға қорқалар. Шымды сакинлер арабаларны қалдырған мейданны işgalci шейр акиметі чоқ қатлы эв құрылышына айырған. Ләкин Ахмежитнің işgalci мемуриетінің елбашчысы чоқ қатлы эв құрылыжығына редете. Mahkeme kararı çıkarılmağanına kadar çok katlı ev kuruluşu toxtatılmasını talap etemiz. Biz mahkemege ariza hazırlayıq. Siz kanunsuz şekilde biz yaşagan ev yanındaki toprakını çok katlı ev kuruluşuna ayırasınız. Под строительством многоэтажного дома. О том, что там будет строиться сейчас дом, у меня такой... Şimdi eşitken talaplar esassızdır. Bu yerde çok katlı ev kurulacağı haqta eşitmedim. Bu yerde çok katlı parkovka kurmağa isteyler. Еще раз говорю, просто те требования, которые сейчас услышал, но они категорично не... Ахмежитте ополченцілерге бағышланған абиде теклеп башлағанлар. Оны işgalciler акиметі бинасы күнде теклейлер. Оның юксеклігі 11 метріні тешкелетежектір, ұжында есе тотланмаған демерден япылған хач олажақтыр. Абиденің бір тарафында 200 ел девамында ярамаданы истиля еткен рус işgalcilері аскерлері көстерележектір. Абиде текленмесіне шер бюджетінден 20 миллион рубле масраф етіле. Все связано с нашей крымской тематикой, с теми Абиде событиями, Кырымда которые 200 ел девамында олып кечкен вақияларнен бағлыдыр. у нас в Крыму с интервалами происходят. И все-таки оставим такой хороший Шерге след Кырым тарихында истории бойле города, истории абиденен Крыма, уч деверде олған народное увековечив ополчение в том векиллеріні моменте эбеділештірмеге наши істейік. эпохи, который касается народного ополчения. Ялта нахлят васталарында имтиязлы ерлер эксилтежек. Ялта регионының ташыйжы шirketlері имтиязлар үшін белгіленген ерлер қысқартмақ керек олғанны қайдыттылар. İşgal etilgen Kırım taşıyıcılarının Araba Assotsiatsiyasının vice-prezidenti Zinovий Lutchak'nın sözlerine göre Kırım büdjetinden ayrılgan tazminatlar bir imtiyazını bile aklamay. Şerinin işgalci memuriyetinde bugün Kırım büdjeti imtiyazları olganlar için tazminat ayırıp olmayacağını bildireler. Ekene karar nakliyatlar imtiyaz yerlerini eksiltmemektir. $3200 bu Ukrainada 2017 seneden başlap minimal aylıqның kөлеміdir. Bunu bugün Nazirler kabinetinde baş nazir Vladimir Groysman tazdıqladı. Groysmanның nişanğanına göre deputatlar gelecek senege büdjetini kabul etmege yetiştireler. Bundan evvel yukarı şurası gelecek seneden başlap minimal aylıqны 2 kerege көтермесі boyunca kanun lehasına kol tuttu. Buna 227 deputat rey berdi. З 1 січня
Після, до речі, ще прийняття бюджету. Январьнын бұрысынден бюджет ве берги кануннамесі қабыл етілгенден сон 3200 гривна тамамынян таздықланажақ. Түневін 227 депутат рейберген сон, мен шуны түшіндім ки, янасыл Украина ватандашлары үшін 2 қат айлықнын артмасы үшін рей бермемеге мүмкін. Заробітної плати українським громадянам. Киевнің Шевченко махкемесінде Евромайданда студентлерінің көтеклемесі бойынша иш бақылды. Анда 2013 сенесі ноябрь 30-ында генчлеріні дағытқан сабық Беркут елбашчыларыны қабатлайлар. Махкеме 3 сене девам ете, зарар көрген тараф прокурорға инанмай оларының денештірмеге талап ете. Беркут хадимлері махкеме залына кірелер олар бірі-бірі артындан өз хасталықлары ақында икәйе етілер. Оның үшін кешкен махкеме топлашуы бүгінгі күнге кешірілгендір. Менім де гипертоник бұхрамым ола сағлығым зайыфлаша. Қан басымы көтіріле озымны ярамай істетем. Мен күндіз тедевелене едім, менім қан басымы көтірілді. Мен бұл хасталыққа чоқтан берле тұтылдым. 2014 сенесі ноябрның 30-на кірінкен гечесі зарар көрінгенлер Беркут хадимлерінің хасталықлары ақында кағытқа инанмайлар. Бұл весиқаны қадыларға оларның адвокатлары бергендір. В довідках, відповідно, цих, скажімо так, ознаки, немає ознак, Весиқада олар стационар күндіз ақшам ве гечеті девелегені ақында хабер йоқтыр. Олар хаста осалар біле махкеме келмелелері үшін оларға бір кімсе изін бермегендір. Мейданда Беркут хатимлері ади инсанларыны көтекледілер. Активистлер оларына әпіске алынмасыны талап етелер. Чүнки бірде-бір Беркут хатимы яқаланмады. Базылары эф апсынде дигерлері есе сербеслік кезмектелер. Олар әрсе фермахкемеге кележеріне шандыралар. Біздер Антону ведедікні СИЗОға алынмасыны талап етеміз. Тримання під вартою в СИЗО. Евромайдан шырықшылерінің айтқанларына көре оларға желтнаме кетірілмеген. Махкеме вақтыны тек күтевен матбуат васталарындан хабердар олалар. Прокурорлар ішіні созылғаныны шекайет етелер. Генеральний прокурор отримав Украина баш прокуратурасы махкемеге прокурорларыны йолама керек. Олар есе созып отыралар. Санки біздер бір ішіні япмаймыз. Çalışmaға істемеселер бұл ішінен орашмасынлар. Заяву додатково про самовідвід. Қады яқын келечекте прокурорларынан жедвеліні белгілемеге чағыра. Чүнки яны прокурорлар материалларнен ғайрадан таныш олалар ве вақыт созыла. Келечек махкеме топлашуы декабрның 14-не кечірілежектір. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарташ, Заман, АТР. Қырым-татар нағмелері жанлы шекелде Авропа парламентінде яңғырады. Брюксельде Қырым ишғалі ярамадыда инсан ақлары бұзылығы меселесі бақыла. Авропа парламентінде иш зеретінен Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев, Межлис елбашчысы Рифат Чубаров, Қырым-татар сияси мәбүслерінің сой соплары ве Украина еті бұлына. Бестекер Джемил Кариков Авропа парламент азалары өгінде Қырым-татар нағмелеріні ижра етті. Бұнынен заман эфиріміз сонына келді, бойсынмағанлары еле олыңыз. Көрішкенже.